To'qima to'qib o'tir. Mınalar короче посыларымыз деп. Мынасыншы сындырған ғой мынаны. Не болды? Мына су отыр. Көрші су болады. Кеше доставкамен салып жүрген не екен? Смеситель. Осы. Осы. Короче, подъездге барамыз. Короче, сантехник іздейміз Астанада. Подъездге шығамыз. Сөйтіп, сантехниктің номерлерін жапсырып қоятқан лифтке неге. Звондасақ, мынаны суретін түсіріп жіберген ғой, бұзылып қалған ең. Звондасақ, мынау 11 мың деді. Мақұл 10 мыңға береміз деді, мынандай смесительді. И жөндеп беру салонымен, короче, осы жаққа келіп істеп беремін деді. 20 мың деді. Сонда общий мынау смесительді ауыстырған, бана су ағып атқан. 30 мың істейді екен Астанада. Уездбен келіп. Сөйтемізді строительныйда істейтін бір жігіт еске түсіп кетеді. Шымкенттің жігіті ол. Осы жерде строительный магазині бар қазір. Номер 1 істеп атқан. Соған WhatsApp-тан мынаны суретін жібереміз де, мына жер кетіп қалды. Сенде бар ма деп. Сөйтсек, бар деп мынаны салып жібереді. И еще ол Шымкенттің жігіті бізден ақша алмайды. Енді не қалды? Жаңағы недегі сантехник қалды қойып беретін. 20 мың деп. Енді оның ешқандай қиыны жоқ. Қазір көрсетем қалай қоятын. Бірінші мынаны шешпей тұрып, екеуін екі шлангысы бар. Біреуі горячий вода, біреуі холодный вода. Бірінші осыны шешпей тұрып, біз мынаны краниктан жабамыз. Кеттік іздейміз қаяқта екен. Так, мынаның ішінде ол. Аха, осының ішінде екен ғой. Екі счетчикпен тұр. Біреу, значит, ыстық, біреу мұздайшыр. Крыса мағылы жүгіріп шықпасын. Бүйтістіп көреміз, горячий, қызыл горячий екен, анау холодный, значит. И және анаға кетіп отыр. Параллель, арай и бері қарай. Шығып жатыр, көріне ма? Біреу ванналар, біреу кухня. Осыны істетеміз. Короче, мынау қатты болуы мүмкін. Балғамен жай тік бұрамыз. Болды, босай бересіз. Тек қолмен бұрап шешіп аламыз. Көріне ма? Қиын ешкімге жоқ. Қарай түсіреміз. Мынаны төбе көтереміз де, мына жерден бұрап шығамыз төбеден. Төбеге қарай тартып шығарамыз. Көріне ма? Енді мына бұрап шығаралым. Бірінші ашып қоямыз, қазір суды жапқаннан кейін ашамыз. Кішкене су ағады, трәп қоямыз астына. Смеситель мынаны шешеміз. 10 ба, 12 ма? Смесительдің өзін бұрауға ключ алып келетін бар. Ключпен бұрап шешіп аламыз. Қорқпай бұраймыз, өзі айналып шешіле береді бұралды. Достар, сосын шешкеннен кейін сағат тіліне қарама-қарсы. Сағат тіл 10-ға қарай жүреді ғой. Солға қарай босатамыз. Астына дәуіненті балғамен сәл ұрған кезде тоже против часовой дейді ғой, сағат тіліне қарама-қарсы. Сантехник. Самокат, велосипед дегендер тұра береді, рахат екен. Қызылы бар. Ыстық и мұздай. Шешіп тұстан. Ыңғайлы болсын деп. Қызылы. Қызыл жазу тұрған. Наклейка. 10-ші ключ мынау. Мынандай басына уплотнительдер болады, соны алып тастамаңдар. Все, қайтып бұраймыз. Я, бермейді екен оған. Так, істеп қойдық. Су жіберіп атқан жоқ ешқандай. Тексеріңдер обязательно, су жіберіп отыр ма жоқ. Мына ыстық мынау екен ғой. Наоборот істеп жүрмін ғой. Қызыл мұздай. Мына ыстық екен. Наоборот қойып жүрмін ғой.
Қызыл негізінен ыстықта тұрғандығы. Просто бір жағынан ыстық болады, бір жағынан мұздай болады. Ауыстырып жіберсең мына жағы ыстық болады, мына жағы мұздай болады, разница жоқ. Фильтр тұрмаса бұл ғой. Фильтр тұрса точно сөйтіп аласыңдар. Қатын попал уже. Ыстық ар жағы болып қалу керек, бер жағы мұздай. Негіз бер жақ ыстық еді, да? Бер жақ ыстық беді, ар жақ ыстық беді, есіме шығып кетті. Фильтр жоқ қой бәрі бұда, фильтр жоқ қой, а? Ар жақ ыстық еді. Дұрыс екен онда мынау, ар жақ ыстық болып тұр. Бол, пасуда жүндері.